Қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте сондай күшті витаминный пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл пирог өте сондай дәмді, керемет дәмі деген сгущенкамен восточный пирог деуге болады. Бұл пирог өте тез дайындалады, оңай дайындалады. Ең бірінші біздер ұнымызға қамыр қосқыш разрыхлителді қосып, араластырып, және осындай жұмсақ майымызды салып, осылай қазір қолдың көмегімен крошка етіп аламыз. Енді қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін барып бір жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Бұл қамыр өте сондай жұмсақ, керемет қамыр, песочный тесто. Және бұл дайын болған қамырымызды салфанға салып, холодильникке 15-30 минутқа қойсаңыз болады. Мен форма 28 диаметрлі форма алдым. 26 да алуға немесе кольцоға да пісіруге болады. Астына пергамент төсеп жібердім. Төсемесеңіздер де болады. Және осы қолдың көмегімен барлығын жайып шықтым. Және қамырымыз қатты көтеріліп кетпеу үшін шанышқымен тесіп шықсаңыздар болады. Енді салмамызды салатын боламыз. Салмасына мен грецкий орех, изюм, курага салдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салуға болады. Және осының барлығын жақсылап бүйтіп орналастырамыз да. Енді қазір осы три желанияның сгущенкасын құятын боламыз. Негізі осы три желанияның сгущенкасы өте сапасы күшті, дәмі де өте керемет. Осылай барлығын құйып шықсаңыздар болады қолмен. Өте дәмді пирог бұл деген. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Бұл пирог өте сондай керемет, дәмді, тез дайындалатын пирогтардың бірі. Восточный қазіргі хит пирог деуге болады. Міндетті түрде үй-іштеріңізге, қонақтарыңызға дайындап беріңіздер. Және менің каналыма үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда жақсы рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Рахмет.